Ассалаумағалейкум. Ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 22 маусым жексенбі, тақырып тағы да Израиль мен Иран қақтығысы хақында. ақш ақыры соғысқа араласты. Өткен түні ақш ұшақтары Ирандағы 3 бірдей ядролық нысанға соққы жасады. Қазірге дейін мәлім болған деректерге қарағанда, ақш бұл реткі шабуылда В-2 деп аталатын бомбалаушы ұшағынан ГБУ-57 бұрғылағыш бомбасымен соққы жасаған. Соққы Фордо, Исфахан, Натанз ядролық нысандарына жасалған. Бір күн бұрын Израиль күштері Исфахандағы ядролық нысанға 30 шақты зымыранмен соққы жасаған болатын. Соққыдан кейін ақш президенті Дональд Трамп: мен бүкіл әлемге бүгін маңызды бір ақпаратты жариялаймын. Біз Иранның 3 бірдей ядролық нысанына соққы жасап, жермен жексен қылдық. Иранның ядролық қаруға ие болу мүмкіндігі жоққа тән болды. Осымен Иранның ядролық қару мәселесі шешілуі керек. Егер дау-дамай тағы жалғасатын болса, соққы бұдан да ауыр әрі жойқын болады деп мәлімдеді. Ал Израиль премьері Нетаньяху болса, Трамптың батыл әрі жүректі шешіміне ризашылық білдірді. Иран тарапы мәлімдеме жасап, 3 бірдей ядролық нысанға соққы жасалғанын растады. Дегенмен Иран тарапының өкілдері Фордоға соққы жасалатынын біліп, біз ол арадағы маңызды құжаттарды және қажетті материалдарды басқа аумаққа алып кеткенбіз деп мәлімдеді. Жалпы осы 3 ядролық нысанның ішінде Фордо айрықша маңызды нысан саналады. Мұны Иран көзінің қарашығындай қорғап отырған нысан деп айтуға болады. Адырлы алқаптағы төбелердің астына орналастырылған бұл нысан кейбір деректерде 90 метр жер астында делінген болатын. Ал ақштың ГБУ-57 бұрғылағыш зымырандары әдеттегі жерді 60 метрге дейін бұрғылап кіріп жарылыс жасайды. Ал бетонды қабатты 15 метрге дейін тесіп өте алады. ақш президентінің мәліметіне қарағанда, ақштың ұшақтары Ирандағы нысандарды бомбалап болып, әлдеқашан Иранның әуе кеңістігінен шығып кеткен. Кеше Ресей тарапы ақшқа дипломатиялық жолдармен ескерту жасап, Ирандағы соғысқа араласпауды сұраған. Алайда қазір ақшта Ресейдің сөзін жүре тыңдайтын кезеңде, яғни Трамп осыдан бұрын Иранға бірқанша мәрте ескерту жасаған болатын. Енді міне ресми түрде соғысқа араласып, Иранның ядролық нысандарына соққы жасап отыр. Израиль 13 маусымнан бері Иранда соққы астына алып келеді. Алайда Израиль бомбаларының қуаты шекті болғандықтан Иранның жер астындағы кешендерін жоя алмай тұрған еді. Енді міне соғысқа ақш ресми түрде араласты. Осыдан бұрын Иран тарапы: егер ақш соғысқа араласатын болса, біз ақштың таяу шығыстағы базаларына соққы жасаймыз. Оларға соққы жасау бізге Израильге соққы жасаудан әлдеқайда оңай деп мәлімдеген болатын. Қазірге дейін Иран ақштың бұл әрекетіне қандай жауап қайтаратыны белгісіз. Дегенмен мамандар Иран ақштың таяу шығыстағы бірқанша әскери базасына шабуыл жасауы мүмкін. Алайда Иран зымырандарын ақштың әуе шабуылынан қорғану жүйелері қағып түсіруі ықтимал деп санайды. ақштың шабуылынан кейін Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш бұл жағдайға қатты таңданғанын, әрі бұл шабуылдың таяу шығыстағы жағдайды тіпті ушықтыра түсетінін мәлімдеді. Израиль-Иран қақтығысы ең бір ушыққан кезеңге келді. Егер соғыс осы беті жалғаса беретін болса, Хаменейдің билігі аударылып қалуы да әбден мүмкін. Осыған дейін Израильге қатаң сес көрсетіп келген Иран қазірге дейін Израиль аумағын атқылап жатыр әрине, бірақ оның көбі жай нысандарға түсуде. Қазірге дейін Израильдің маңызды ядролық құрылғылары немесе әскери нысандары күйрегені туралы нақты ақпарат жоқ. Дегенмен Израильде де неше мың тұрғын баспанасыз қалды. Оларды өкімет өз қамқорлығына алып
жатар орын, ішер тамақпен қамтамасыз етіп жатыр деген ақпарат бар. Оның үстіне Иранның соққысынан Израиль халқы да қатты алаңдаулы. Олар да уақытының көбін бункерде өткізіп жатыр. Сосында Израиль халқының арасында да Израильдің Иранға соққы жасап тыныш жатқан жыланның құйрығын басқанына наразылық білдіріп жатқандар да бар әрине. Әрине, Израильді Иран толассыз атқылағанымен, оның Израиль билігіне үлкен қатер төндіре қоюы екіталай. Оның үстіне Израильге қазір ақш сияқты одақтастары да көмектесіп тұр. Ал 79 жылдан бері билік тізгінін қолына алып келген Хаминей билігі болса, қазір елдегі жағдайды өз уысында ұстап тұр дегенмен, уақыт ұзара берсе, халықта бұл билікке наразылық білдіруі мүмкін. Өйткені кейбір діни мәселеге байланысты халық пен биліктің арасында үлкен алауыздық бар. Оның үстіне осыдан біраз күн бұрын Иран оппозициясының ақш-тағы өкілі халықты көтеріліске шақырған болатын. Қазір Израиль ұшақтары Иран аспанына емен-еркін кіріп соққылар жасап жатыр. Сондықтан алдағы уақытта Израиль соққыны тағы да жалғастыратыны анық, яғни Иранның әскери қуаты барынша төмендей беретіні айтпаса да түсінікті. Қазір Иранның сыртқы істер министрі, сондай-ақ басқа да басшылары шетелде шұғыл дипломатиялық сапармен жүр. Кеше Иран сыртқы істер министрі Түркияға барып Ердоғанмен кездескен болатын. Ердоған Израильдің Иранға шабуыл жасаған әрекетін қатаң айыптап, Израильдің таяу шығыста білгенін істеп отырғанын қатаң сынаған еді. 23 маусым күні Иран президенті Ресейге сапарлай барып, Ресей басшысымен кездесуі мүмкін деген болжамда айтылған болатын. Енді міне ақш Иранға қазірдің өзінде соққы жасап үлгерді. Демек, Иран президентінің сапары алдағы уақытта бола ма, болмай ма, ол жағы да белгісіз. Жалпы қазір таяу шығыста ақштың 40 мың әскері тұр. Сонымен қатар жақында ғана ақш өзінің 3 бірдей жойғыш ұшақ таситын алып кемесін дәл осы таяу шығысқа жақындатқан болатын. Ұлыбританияда өзінің жойғыш кемесін таяу шығысқа әкеліп қойды. Сонымен қатар ақш пен одақтасып отырған араб елдері де қазір ақшқа көмектесуге сақадай сай тұр. Осы тұрғыдан алғанда Иран ақштың таяу шығыстағы базаларына шабуыл жасаған күннің өзінде оның зардабы шекті болуы мүмкін. Қазақша айтқанда, тайынша тулап, ыңыршақ шақпайдының кебі болғалы тұр. Тағы бір ақпаратты толықтыра кетейік. Өткен түнде Иранның нысандарына соққы жасаған Во-2 ақштың жойғыш ұшақтары 37 сағат бойы жерге қонбай ұшып, Ирандағы нысанға шабуыл жасап қайтқан. Яғни ақштың әуеде жанармай құятын ұшақтары оларға көмек көрсеткен. ақштың соққысынан кейін Ормоз бұғазының маңындағы 50-ден астам мұнай таситын тәңкер жеделдетіп Ормоз бұғазынан өтіп кетуге әрекет жасауда деген ақпарат тарап жатыр. Себебі ақштың шабуылынан кейін Иран Ормоз бұғазын жауып тастауы мүмкін. Айта кетейік, Ормоз бұғазынан әлемдегі сауда-саттықтың 20% өтеді. Ал таяу шығыстағы мұнай тасымалдайтын, мұнай сататын елдердің мұнай өнімдерінің 90% дәл осы Ормоз бұғазы арқылы ары-бері тасымалданып тұрған. Демек, Ормоз бұғазы жабылатын болса, әлемнің экономикасына да үлкен соққы болғалы тұр. Бұл өз кезегінде мұнайдың бағасын $200 дейін қымбаттатуы мүмкін деген болжамда жасалған. Егер мұнай бағасы $200 дейін қымбаттайтын болса, мұнай сатып күн көріп соғысып жатқан Ресей үшін де пайдалы болғалы тұр. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.